Раббымыз айтады, Алла жақсы көруші, яғни сүйіспеншілігін көрсетеді. Біздерге ерекше мейірімді, сол үшін Алла тағала өзінің құлдарына арналған құдси хадисінде. Алла Азза ва Джалла былай дейді: ей адам баласы, қолында билік болғандардан қорықпа, қашан менің сұлтандығым болғанға дейін. Ал менің сұлтандығым еш уақытта жоғалмайды. Ей адам баласы, ризықтың жетпей қалуынан қорықпа. Себебі менің қазыналарым толы, және ол ешқашан сарқылмайды. Ей адам баласы, сені ғибадат үшін жараттым. Ендеше өміріңді босқа өткізбесеңші. Мен ризығыңды дайындап әрі сақтап қойдым. Өзіңді шашатпасаңшы, түсінбей қалмаңыздар. Бұл жерде денені шашатпау емес, өзіңнің жүрегіңді ризық туралы қобалжулармен шашатпау туралы айтылған. Денелер жұмыс істейді, ал жүрек Аллаға тәуекел етеді. Сені ғибадат үшін жараттым, ендеше өміріңді босқа өткізбесеңші. Мен ризығымды дайындап сақтап қойдым. Өзіңді шашатпасаңшы. Айбындылығым және ұлылығыммен ант етемін. Сенің жүрегің мен денеңді тыныштыққа бөлеймін. Және алдымда мақтаулы боласың. Ал егер берген нәрсеме разы болмасаң, ұлылығым, айбындылығыммен ант етемін, дүниені әбігер қыламын. Ал сен жерде ентіккен жануардай тентірейтін боласың. Бірақ сонда да менің үлестіргенімнен артығын ала алмайсың. Ей адам баласы, аспандар мен жерді жараттым. Бұл маған қиын болған жоқ. Сені бір тілім нанмен қамтамасыз ету мені әурелесін бе? Ей адам баласы, менен ертеңгі күннің ризығын беруді талап етпе. Мен сенің ертеңгі амалдарыңды сұрамағанымдай. Ей адам баласы, мен сені жақсы көремін. Бұл басында айтқанға қатысты. Ей адам баласы, мен сені жақсы көремін. Оған менің хаққым бар, ендеше мені де жақсы көрсеңші.